Қайырлы таң, сәлем, қалайсыздар? Каналыма қош келдіңіздер. Қазір бізде сағат 9-дан 15 минут өтіп жатыр. Арманды садикке жібердім. Арманды 9-ға 10 минут қалғанда келіп алып кетеді өздері. Мен де мына кітабымды алдым, әлі бітіре алмай жатырмын. Лермонтовтың осы кітабын. Кофені жасап алдым. Деринка ойнап отыр мына жерде. Солай күнді бастадық. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Тағы бір рет каналыма қош келдіңіздер. Жүргеніне қараңыздар. Қарашы маған. Ойнап тұр мені. Мені ойнап тұр. Көрсетші, лукыңды көрсетші. Бізде сағат қазір 11-ден 11:30 болыпты почти. Мен осындай саңырау құлақтан таңғы жасайын деп жатырмын. Жұмыртқаны үстіне, мынаны кішкене сармайда қуырып, үстіне жұмыртқа шыға салам. И все. Мынаны да бүгін кешкі асқа картошкамен қуырам деп пландастырып отырмын. Бүгін кешкі асқа осыны жасаймын. Ал мына жерде мына кісі осындай нелермен ойнап отыр. Бір талай игрушкасы бар екен, осындай нәрселермен ойнайды, бала. Сіздерде де сондай ма, балдар? Менің барлық кухня инструменттермен ойнап отыр. Менде тыныш ойнасын деп рұқсат беріп қойдым. Бізде оливковое масло, натуральный, кәдімгі қолдан жасалған оливковое масло. Түркияда өздері қолдан жасайды осыны. Жолдасының жұмысында осындай қолдан жасайтын бір кісі бар екен. Сол кісіге заказ беріп, осындай 2 литрлік алдырған болатынбыз. Өте қатты ұнады. Бағасы енді қымбат, өте қымбат. Магазиндегі оливковое маслоға қарағанда 2 есе қымбат, бірақ натуральный оливковое масло қатты ұнады дәмі. Сондықтан да жолдасыма айтып 5 литр тағы заказ беріп қойдық. Оны да алып келді жолдасым. Надан басқа 5 литр оливковое масломыз бар, шүкір Аллаға. Турцияның ең жақсы жері осындай нәрселер, натуральный заттарды ала аласың. Сосын еще ол кісіден біз тек қана масло емес, кәдімгі томатты заказ бергенбіз. Кәдімгі 3 килограмм натуральный домашний томат заказ беріп, соны алдырттық, сонымен қолданып жүрмін қазір. Саңырау құлақтар ана жақта қуырылып жатыр. Мына жерде 2 жұмыртқаны шақтым, үстіне тұз, қара бұрыш және қызыл аштық бұрыш қостым. Енді жақсылап араластырып, жаңағы қуырылған саңырау құлақтың үстіне төге салам. Осылай араластырып салсаңыздар күшті болады прям. Мінекей біз таңғы асымызды дайындадық. Осында жерге отырдым, өйткені столға отырсам, мына қыз мен тамақ ішіп жатқан кезде түсем, мінем деп мені алаңдатады, құлап кетеді деп қорқам. Сондықтан да от души осылай жерге отырайықшы дедім. Осылай жайдым, арнайы осындай жерге жаятынды. Мінекей біздің саңырау құлақ пен жұмыртқамыз осындай болды. Күшті. Көрінісі өте керемет. Мен өзі часто жасаймын. Дәмде керемет болады. Мына жерде жасыл шай бар, лимонмен. Мына кеше жасаған пирог. Мына жерде турецкий тәттілер бар. Мына лукум, іші лукум, сырты шоколад. Мына жерде де бірдеңелер бар, пекмез дейді, әйтеуір бірдеңелер бар. Солай бұл тәттілер. Мына жерде сыр мен помидор, турецкий, классический таңғы ас. Деренсу, бай-бай де. Оны дайындалып отыр, қазір өзінің тарелкасына салып берем. Жұмыртқадан, анау-мынаудан. Осылай біз таңғы асымызды ішеміз. Таңғы ас дегеніміз бізде обед қой, 12 болған деп отыр сағат. Да? Жай. Қырын. Көптен бері жасағым келіп жүрген самсан жасайын деп жатырмын. Тыквамен, фаршпен, құйрық май
және пияз көбірек қосам қазір. Пияз көбірек болған кезде дәмдірек болады. Сосын жолдасымның заказымен тәтті жасаймын. Түріктердің өздерінің жаңағыдай фирменный тәттілері бар. Осы неден тыквамен соны жасайтын боламын. Сосын мына жерде балық, біз осылай целиком 3-4 балық қатырып қойған болатынбыз морозилкадан. Соны бүгін шығарып қойдым, кешке дейін жеуіп тұрсын. Кеште жолдасым кесіп дайындап береді, ертең кешкі асқа осы балықты жасайтын боламын. Осындай қазір шаруалар менде. Менде қамырларымды солар жасап қойдым. 17 штук болды. Енді үстін жақсылап жауып қоямыз, кішкене тынып тұрсын. Енді кезек ішіне қосатын нелерін дайындаймыз, салмасын. Тыквамыз бар, бағана көрсеткенде. Пияз, сосын фарш, мына жерде құйрық май бар. Мен қазір 2 түрлі салма жасайын деп тұрмын. Біреуі фаршпен құйрық май, пияз. Екіншісі тыквамен картошка и пияз, кішкене құйрық май. Сондай бір 2 салма жасайын деп тұрмын. Өйткені фаршпен тыкваны екеуін қоссам, білмеймін қандай болады екен дәмі. Сондықтан да 2 түрлі істейін деп тұрмын. Біреуін чисто фаршпен, етпен, пиязбен, қалғанын көкөністермен. Мен бірге бір жағынан осы балығы, түріктер бұны бал қабағы деп айтады. Біз бұны тәтті қабақ деп айтамыз ғой. Бұл қабақтан, тыквадан олар тәтті жасайды. Енді менде жолдасым, мен өзім жемеймін, енді біз үйренбегеннен кейін, біз тамақ жасап үйренгенбіз ғой. Жолдасым қатты жақсы көреді, сондықтан да жолдасымға кішкене осы жасайын деп шештім. Енді мына жерде қазір осы қабақтың үстіне 100 граммдай қантты осы себелеп қойдым. Қазір қақпағын жауып, где-то бір 2 сағатқа қоям. Қазір сағат бізде 1:30 болды. Сағат 3:30-да қайнатып бастаймын. Қайнап өзі кішкене пісуге аз қалған кезде ошақтан аламын да, сосын кішкене тындырып қоямын. Сосын уже жеуге болады. Үстіне жаңғақ, анау-мынау қосып жей береді. Вот осылай. Мен жұмыс жасап жатсам, телефонымды бермей. Қазір мен видеокамерамен түсіріп жатырмын. Өйткені нағыз мен телефонымды бермей қойды. Мен негізі телефонмен түсіріп жүргем. Менде видеокамерада бар, Sony, өткен жылы алғам. Просто түсіргеннен кейін оны телефонға өткізу керек, телефонға жүктеуі бар, телефоннан кейін жаңағыдай несі бар, монтажы бар деген сияқты. Сондықтан ерініп, прям телефоннан түсіріп жүргем. Бүгін енді осы видеокамерамен түсіруді жөн көрдім. Да, қызым? Негізі осы видеокамераны мен Sony влог камера деп аталады. ZV-1 ма сондай ем. Жолдасыма, ой, бай, мен влог түсіремін ютубқа, ютубер боламын деп осына өткен жылы алдыртқан болатын. Біздің бағамен ол кезде 350 мың теңге ма сондай болған. Ал қазір вообще бір жыл бұрын былтыр октябрьде алған болатын. Қазір уже бағасы кәдімгідей өсіп кетіпті. Өткен жылы алғам жақсы болған екен. Мен влог түсірем деп алдым, бірақ почему-то түсірген жоқпын. Мен тек қана рецептер түсіріп жүрдім. Енді уже балдарымнан не істеп болып қалсын, өскен кезде YouTube деген енді жоқ болып кетпейтін платформа ғой. Инстаграмға да сторисқа салам, бірақ кейде түсірмей қалам деген сияқты. Сондықтан өскен кезде кішкентай күндерін көріп отырам, қызық қой, қазір Арманның кішкентай күндерін көріп отырам, сторисқа салған. Сондықтан да Дерен Судың, Арманның кішкентай кезінде осылай кішігірім түсіріп, естелік болып қалсын деген мағынада осылай бұл влог түсіруге бел будым. Уже бүгін 3-ші видео. Үшінші видеом, 2 видеомда уже ютубқа қойдым. Қарасаңыздар болады. Осылай. Енді үйде отырғаннан кейін, декретте баламен отырғаннан кейін не істерімді білмейсің да. Бірдеңе істегім келеді, бірдеңемен айналысқым келеді деген сияқты. Егер YouTube каналымда бұл видеолар жақсы қаралым жинап, просмотр жинап, YouTube'тың жаңағыдай шарттарын орындаса, айлыққа да шығуы мүмкін. Сонда да сіздердің қолдауларыңыз керек. Маған декретте отырған анаға қолдау көрсетіңіздер. Айлыққа шығып, табысқа шығуымды тілеймін өзім. Сіздер тілектес болыңыздар маған.
Анда тағы бір лист пісіп жатыр. Мынау екінші лист дайындап қойдым. Үлкен жасадым. Өйткені дереу ұйықтап жатыр. Ұйықтап жатқан кезде тез жасап тастайын деп. Мына жерде кішкене артып қалды. Мына жерде 2 самса шығатындай, мынада 2 самса шығатындай артылды. Сондықтан да менде мынандай дайын қамыр болған. Слоеный. Енді осы қамырдан қалғандарын жасап тастайын деп тұрмын. Өйткені мынау екеуі құр қалып қойса, холодильникте босқа тұрып қалмасын деп. Осы жерде мінекей дайын мюльфей деп айтады бұны Түркияда. Слоеный қамырдан қазір тағы жасаймын. Мінекей самсалардың бірінші партиясы пісіп шықты. Тұрғандарыңыздай күшті прям. Ыстық әлі, ыстық. Сосын ішін ашып көрсетіп боламын. Nasıl alıyorsun? Evet. 1, 2, 3. Bırakma. Tut. Güzelce tut. Tamam ben sileceğim. Bir şey olmaz. Tamam şimdi karıştır. Şimdi karıştır. Tamam. Onu tut. Böyle buradan karıştır. Tamam mı? Tamam. Aferin. Dök. Evet. Dök. Hepsini dök. Aferin sana. Yanına koy. Tamam koy. Şimdi karıştır. Tadına bak. Güzeldi. Güzel. Böyle yap. Anne düğüşü Karıştır. batacak mı? Evet. Deniz da yapıyor bak. Anne düğüşü tadı batacak Tamam. mı? Evet. Tadı batacak mı? Tamam. Anne küçük üşüyor. Tamam. Ama bak büyük üşüyor. Biz Arman'da sadece özümüz apart tastadық, сосын осындай bir parkқа келдік. Күнде әртүрлі паркте ойнаймыз. Дала өте суық, сонда да жүріп қайтайық деп кішкене. Мынау теңіздің жаны, мына үйлердің жанында теңіз бар уже. Теңіз бізге жақын, 15 минуттық қана жол. Бізде сондай бір қызық жағдай болды. Қазір айтып беремін сіздерге. Дала өте суық деп мынаны былай бүркеп алғам ғой. Енді кішкене ыстықтадым да ашып жатырмын. Короче, бізде мынандай жағдай болды. Таңертең Арманды үстін кигізейін деп бөлмесіне кіргем. Үстін ауыздырып жатқан кезде дереу сыртымыздан жабатта есікті. Біздің есіктердің барлығында кілт бар. Мынандай бұрандалы, домалақ. Сосын анау ортасындағы кнопкасын басып жапқан ғой. Ол кезде уже іштен ашылмайды да, тек қана кілтпен ашу керек. Ал кілт бізде басқа бөлмеде тұр. Дересу сырттан жапты. Сырттан біреу ашса ашылады негізі. Дересу аша алмады. Дересу аш деп жатырмын, аша алмады. Сонымен, короче, іштегі барлық нәрсе мен көрдім, ашып, бірақ кілті болмаса іштен аша алмайды екен. Сосын бір қызығы көршіге айғайладым, терезеден аштым да. Телефон тоже неде кухняда қалып қойған. Телефоным да жоқ. Көршіге терезеден аштым, көршіге жоғарыдағы әпкеге айғайлап жатырмын, атын айтып жатырмын, естімейді ол. Сонымен өтіп жатқан бір тәтеден попросить еттім, астыңғы нені звонокты басасыз ба деп, жаңағы тәтенің 7-ші ненің деп, квартираның деп. Сонымен ол кісі басы, сонымен тәте терезеден кім деп қараған кезде мен уже тәте деп айғайладым да. Сонымен ол жанындағы несімен келді, көршіменен 2 көрші. Жағдай, оказывается, даладан есіктерді, кәдімгі баклажканы кесіп ашуға болады екен. Çık. Bas ayağını. Kalk bakayım. Oo.
Мамасымен бірге спортпен айналысып жатыр менің қызым. Арманды бүгін садикке өзіміз апарып тастадық. Оның қызығын қазір айтып беремін біраздан кейін. Сосын бұлай жүруге шықтық. Мына домдардың арқасында уже теңіз бар. Бірақ теңізге дейін бармаймыз. Өйткені бүгін жел болып тұр, суық. Осы жерден кішкене ойнап қайтамыз. Дерин! Дерин! Дерин су! Дерин! Дерин! Деринканың өнері. Карандаштан өнеге вафлиге соғып жеп отыр. Мынау үшін вафлидің ішіне тығып. Дерин су, көрсет. Өнерлі қыз, өнерлі. Merhaba de. Derin su merhaba de. Derin su. Derin su bak. Ne haber Ethan? Sana bir bakayım dedim. Layla'nın olanlar çok trajik. Çok üzücü. Evet. Biliyorum. Bye bye de. Ailesi toplayalım diyorum. Bye bye. Eminim yardıma ihtiyaçları olur. Değil mi? İyi fikir. Anne. Baba. Anne. Arman. Baba. Anne. Abi. Aje. Derin su. Aje. Aje kaydı Aje. 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 Ata. Aje. C ağzından C.